Ал енді бұл уақыт деп айтып жатырмыз, қазақ халқына бір таңсық болған бөтен сөз емес. Мысалға біздер білеміз, Құнанбай бабамыз қажылыққа барған кезде қазақ жерінен келетін қажылар сол жерге түнейтін болсын, сол жерде жататын болсын, қиналмасын деп Тақи атты қонақ үй салып кеткендігін білеміз. Әкесінің осы ізгісін Абай атамыз айтады екен: Меккеде уақып үй салып дейді, пәтер қып жаққан шырақты, бір құдайдың жолына мал даямай бұлапты деп айтады. Сонда уақыт деген сөзді Абай атамыз өзінің өлеңінде қолданып кетеді осылай деп. Немесе Сұлтан Бейбарыс бабамыз сонау Мысыр жерінде мешіт салдырғандығын білеміз. Немесе 3 қасиетті мешіт Меккедегі, Мединедегі, Құдыстағы мешітті үлкен күрделі жөндеу жұмыстарынан өз кезінде өткізгендігін тарихтан біледі екенбіз.